Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Маржан Арыстан. Бүгін біз қазақ халқының ескіден келе жатқан жаппасай тамағын дайындайтын боламыз. Ең алдымен тағамның қамырына көңіл бөлсек. Видеода көрсетілгендей ең бірінші жылы сүтімізді ыдысқа құйып, кейін дрожжымызды, суымызды, сұйық майымызды, жұмыртқамызды, дәмі үшін тұзымызды қосып, соңынан өлшеммен ұнымызды салып, бір келкі қамыр дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды жылы жерге бетін жауып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше жаппасай тамағына қажетті қалған көкөністерді дайындауға кірісеміз. Бізге ең қажетті әрине таза, балғын ет түрін таңдап аламыз. Кейіннен көкөністерден жуа, жасыл бұрыш, қызанақ, сәбізді видеодағыдай кесіп қызған табамызға май қосып, еті шамалы пісе бергенде қалғандарын кезек-кезек сала бастаймыз. Міне осымен де біздің етіміз пісті. Оған жуамызды және де сәбізімізді, жасыл бұрышымызды қосып, бәрін біркелкі араластырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды арнайы фигураларға бөліп, май жағып, су буында пісіреміз. Осымен біздің ең дәмді, ең жеңіл тағам түрі жаппасайымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, дәмін татып көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Құрметпен, Маржан Арыстан.